Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен қысқа арналған осындай көкөністерді қатыру әдісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен біз болгар бұрыштарын сыртын тазалап жуып кептіріп аламыз. Одан кейін ішін тазалап шығамыз барлығының. Бүтіндейлерін фаршированный перецке алып қалдым. Ең алдымен осы болгар бұрыштарымызды алып, осылай 3-4 бөлікке бөліп, одан кейін кубик етіп турап сақтаймыз. Керек мөлшерде турап аламыз. Одан кейін формамызға пергамент қағазын төсейміз міндетті түрде астына жабысқанмас үшін. Одан кейін бір-біріне тимейтіндей етіп орналастырып шығыңыздар. Оның үстінен пищевой пленкамен жауамыз. Одан кейін келесі слойды қоямыз. Сол кезде бір-біріне жабыспай дара-дара болып қатырылады. Тағы да бетін жабамыз. Осылай слой етіп орналастырып шыға бересіздер. Келесі әдісіміз ол біз ұзынша етіп тураймыз. Кез келген тағамға ет тағамына салып жібергенге, сорпаға салғанға өте ыңғайлы. Оны да бір-біріне тигізбей осылай орналастырып шығыңыздар. Осылай толғаннан кейін пищевой пленкамызды жауып, үстінен тағы да орналастырып шығасыздар. Өте керемет әдіс. Қыста фаршированный перец жасау үшін арналған осылай голубцы деп айтамыз. Соны жасауға арналған болгарскийлерді қалай қатырамыз, бір-бірінің осылай ішіне кіргіземіз де пищевой пленкамен жақсылап ораймыз тығыздап. Көріп тұрғандарыңыздай, осылай бір-бірінің ішіне саласыздар, 4-5 данасын, одан кейін пищевой пленкамен жақсылап ораймыз. Бұл болгарский перецтерді фаршированный перец жасауға қолдана бересіздер. Морозильниктен алып, арасына салмасын салып, өте дәмді болып шығады. Барлығын алып осылай ыдысымызға орналастырып шығамыз. Бетінде пищевой пленка жабылғандықтан бір-біріне жабыспайды. Осымен біздің фаршированный переціміз дайын. Келесі кезекте осындай сопақша келген болгар бұрыштарын алып, пиццаға немесе басқа тағамға қолдануға осылай дөңгелекше етіп те турап алдым. Формамыздың астына, ең астына міндетті түрде пергамент қағазын салуды ұмытпаңыздар. Одан кейін пищевой пленкамен жауып, келесі тәсіліміз ұзынша етіп турау. Тамаққа қалай қосасыздар, солай турай беруге болады. Мен әртүрлі етіп жасадым. Оны да формамызға салып, противенге салып, бетінен пищевой пленкамызды жауып, осылай слой етіп орналастырып шығамыз бір-біріне тигізбей. Келесі кезекте дәл осы болгар бұрышын кубик етіп тураймыз ұсақтап. Бұл өте ыңғайлы. Тамаққа сала салғанға аласыздар да тамаққа салып қолдана бересіздер. Қысты күні қолдансаңыздар өте керемет иіс шығып, тамаққа ерекше дәм береді. Осылай кез келген ыдысымызға, осылай тегіс ыдысымызға орналастырып алып, бетіне пищевой пленкамызды жауып, барлығын салып шығамыз. Үлкен морозильнигіңіз болса, осылай жасаған абзал. Егер сізде кішкентай морозильник болса, кәдімгі морозильниктің суырмасын алып, соған орналастырып босатып аласыздар, соған орналастырып шыға берсеңіздер болады. Енді қызанағымызды аламыз, қызанақты да қатыратын боламыз. Керек емес артық бөлігін алып тастап, осылай 4-ке бөліп қатырып аламыз. Тамаққа қосқанға өте керемет болады. Оны да формамызға, противенімізге астына пергамент қағазын төсеп, жақсылап бір келге етіп, бір-біріне тигізбей орналастырып шығамыз. Помидор өте керемет болып шығады. Бұны тағамдарға, духовкада тамақ пісіргенге қоссаңыздар керемет болып шығады. Келесі тәсіліміз осылай пиццаға арналған, немесе тамақтарға да қоса берсеңіздер болады. Осылай дөңгелекше етіп турап шығамыз барлығын. Егер сіздердің қызанақтарыңыз майда болса, бүтіндей қатыруға да болады. Барлығын осылай орналастырып шығамыз. Мен жылда осылай қатырып аламын. Менің сүйікті тәсілім және тағамдарға қосқанда өте керемет. Қыста табылғанмен өте дәмі керемет болмайды. Сондықтан осылай мол етіп қатырып алыңыздар. Барлығын қатырып, морозильникке бір түнге қалдырамыз. 24 сағат өткеннен кейін көріп тұрғандарыңыздай барлығы қатып қалған. Бір-біріне жабыспай өте керемет болып тұр. Енді ыдыстарымызға, контейнерге немесе неге сақтайсыз, салафанға сақтайсыз ба, барлығын салып аласыздар. Мен осындай одноразовый ыдысқа сақтайтын боламын. Толтырып салып, бетін жауып сақтаймыз. Бір-біріне жабыспай дара-дара болып тұр қызанақтарымыз. Болгар бұрышында алып, әртүрлі етіп тураған ыдыстарымызды бөлек-бөлек ыдысқа салып қоямын. Достар, менің арнамнан көптеген қазақша оңай, сәтті шығатын рецепттерді таба аласыздар. Сондықтан, егер менің арнама тіркелмеген болсаңыз, керемет рецепттерді жіберіп алмас үшін, видеоның астында тұрған подписаться кнопкасын басып, қасындағы қоңырауша белгісін басып, все дегенді таңдап қойсаңыздар, жаңа видео шыққанда сіздерге хабарлама барып тұратын болады.
Қазақ фудблогының дамуына үлес қосып, міндетті түрде лайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар. Егер видео ұнаса, сіздерге пайдалы болса, поделиться батырмасын басып, достарыңызбен әлеуметтік желіде бөлісіп отыруды да ұмытпаңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай бір-біріне жабыспай өте керемет қатырылды. Енді соны қатқан күйінше көп уақыт ұстамай, ыдысымызға салып, бірден морозильникке салып тастаймыз. Сол кезде жабыспайтын болады. Алдын ала укропты, аскөкті мен жуып кептіріп қойдым. Енді осыны ұсақ етіп бөліктерге бөліп алып, контейнерге салып қоятын боламын. Бұл да тағамға өте керемет дәм береді. Және де ескере кететін жайт, сіздер тамаққа қосатын кезде керек мөлшеріңізді алып, қалған бөлігін морозильникке бірден салып қою керек. Өйткені суы шығып былжырап кетуі мүмкін. Мінекей осындай өте керемет қыстық заготовкаларымыз дайын. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Мен өзімнің жыл сайын жасайтын осылай заготовкаммен бөлістім сіздермен. Осы бізге қыс бойына жетеді деген үміттемін. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина. Келесі видеода кездескенше.